Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұраны. Армысыздар, құрметті қонақтар, конференцияға қатысушылар. Евразия жүрегі Астана қаласындағы дүниежүзілік сабақты зерттеу қауымдастығы WOLS 2024 сабақты зерттеу үздік оқу мен оқытуға ұмтылыс тақырыбындағы халықаралық конференцияға қош келдіңіздер. Қазір Эльвира біздің осы залға 27 елден 700-ге жуық қатысушы отыр. Олай болса, таныстыруға рұқсат етіңіздер. Ең алдыменен Жапония, Reunion, Нидерланды, the United States of America, Ұлыбритания, Singapore, Малайзия, Thailand, Норвегия, Austria, Қырғызстан, Serbia, Әзербайжан, Hong Kong, Қытай, Switzerland, Швеция, Indonesia, Камбоджа, Philippines, Франция, Germany, Пакистан, Malawi, Таджикистан Sri Lanka, және де Қазақстан. Конференцияның топ бестігі 498 қатысушы Қазақстан, 45 қатысушы Жапония, 17 қатысушы Малайзия, 16 Қырғызстан, 14 Америка құрама штаты. Қол соғып, құрмет жасап қойыңыздар. WOLS 2024 конференциясының Қазақстандағы ресми ұйымдастырушысы педагогикалық шеберлік орталығының бастамасымен орталық авторлық педагогикалық диалог журналының арнайы шығарылымы әзірленді. Конференцияның ашылу рәсімінде алғашқы құттықтау сөз аса құрметпен Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары Тамара Босымбекқызы Дүйсенова сахна төріне шақырылады. Қадірменді қонақтар, Астана қаласына қош келіпсіздер. Бүгінгі халықаралық конференцияға барлықтарыңызды көргенімге өте қуаныштымын. Енді алғашқы сіздерге арналған премьер-министрдің алғы сөзін, ыстық лебізін сіздерге жеткізуге рұқсат етіңіздер. Бүгінгі біздің конференциямыз педагогика ғылымын дамытудағы маңызды қадамдардың бірі болып отыр. Түрлі елдердің жас әрі тәжірибелі ғалымдармен пікір алмасуға сеп болып, ғылым мен практиканы ұштастыруға ықпал етуде. Мен осындағы әрбіріңіздің зор әлеует пен жасампаз энергияларыңызды байқап отырмын. Олай болса, жұмыстарыңыз жемісті болсын, кәсіби ынтымақтастық пен толайым табыстарға жете беріңіздер. Ғылыми жетістікті бөлісу мүмкіндіктеріңіз артып, ғылым мен білім игілігі жолындағы бірліктеріңіз нығая берсін. Назарларыңызға үлкен рахмет. Okay, thank you.